Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге осындай керемет мадлен печеньесін дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай сливочный масло 100 граммдай құямыз. Үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламын. Жүз 20-140 граммдай ұн саламын. Сахарная пудра 120 грамм саламын. Және де 1 ас қасық разрыхлитель саламын. Жақсылап осыны венчикпен араластырып аламыз. Мінекей осындай сұйық қоюланған массамыз дайын болды. Енді біз оны арнайы маечкаға саламыз. Менде ондай болмағандықтан обычный маечкаға салдым. Және де мінекей осындай формаға құйып пісіреміз. Енді осы формаға барлығын құйып толтырып шығамын. Осындай фисташкамен үстін қазір әрлеп шығамын. Мінекей екінші дәндеуіш таламды үстіне салып, әдемілеп әрлеп шығамын. Және де қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 15 минутке пісіріп аламыз. Мінекей осындай керемет воздушный болып шығады. Өте жұмсақ, дәмді, әрі оңай жасалады. Сіздер де осындай мадлен печеньесін жасаңыздар. Және де ең бастысы менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.